Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге небәрі 40 минутта дайын болатын өте оңай тағамның рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, тағам өте дәмді болып шығады. Үйдегі қолжетімді ингредиенттермен жасауға болады. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Алдымен тартылған етке үкіштен өткізілген пияз, сәбіз, жуылған таза күріш, дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Картопты видеода көрсетілгендей жіңішкелеп турап, дәміне қарай тұз, паприка салып араластырамыз. Соусын дайындаймыз. Алдымен қызанақ пастасына қаймақ, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, соңынан су құйып араластырамыз. Біздің тартылған етімізден осылай үлкен дөңгелектеу етіп, тефтели жасаймыз. Осы тефтелилардың арасына картопты жайғастырып шығамыз. Картопты тығыздау етіп салған дұрыс, себебі қазір бұның үстінен соус құятын боламыз. Соңынан соусымызды құйып, шамамен 180-200 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пісуге 5 минут қалғанда осылай сырды сеуіп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.